наурыз айы құтты болсын. Күлімдеген шуақты көктеммен бірге жылдам үміт күтіп, оны ақ тілекпен, ақ ниетпен қарсы алады. Ұлы мереке сіздерге бақыт сыйласын. Ал балалар тұрмайық, әнде дейік шырқайық, думандатып би билеп, әнмен күйді төгілдіріп, үнжу маржан шашайық. Келген қонақ таң қалсын, өнермен күндіз жасайық. Бүгін күнде төкті нұрын, наурыз тойын тойлап жатырмыз ғой бүгін. Наурыз мерекесіне арналған тақпақтарымызға кезекті берейік. Бақтасын бәнде ұйқысы ойына, аман еседе керек жүрес нау тойына. Ал бала кейінген той қазаны көрейін, алыс тойға қасиып, күнге сәлі берейін. Мен алдармын, сақалым босат алдармын. Сақал төгіл мұртта жоқ, мендей алдар жұртта жоқ. Мен көсемін, өтіріктен бөсемін, айтқанымның бәрі шын. Сусыз жерде өсемін, тұршы бұлай бөгілмей. Ой балалар, мұнда деген керемет мереке болып жатыр екен. Мен де сендерді наурыз мерекесімен құттықтауға келдім. Барлығымызда наурыз мерекесі құт береке алып келсін, ақ мол болсын. Ал балалар, сендерді мен өз ауылыма қонаққа шақырғалы келіп тұрмын. Менімен бірге барасыңдар ма? Ал олай болса, ата мен әженің ауылына барайық. Ал неке балалар, қараңдар, біздер ата мен әженің ауылына да жетіп келдік. Ассалаумағалейкум әже, ата. Қош келдіңдер, қонақ болыңдар, төрлетіңдер. Біздің наурыз тойын бірге тойлайық. Бүгін біз наурыз мейрамын пайдаланып, кішкентай сәбиімізді қырқынан шығарғалы отырмыз. Ендеше сендер де осы тойлақтың салт дәстүрін көріп, бірге үлестеріңді қоссаңдар да болады. Ой, қандай керемет балалар, көрдіңдер ме? Әжеміз біздерге бүгін қырқынан шығару салт дәстүрін көрсетеді екен. Ал қанеке, өте қуаныштымыз. Ал одан салтымызды бастайық. 40 күн толғанда балаға арнайы қырқынан шығару тойы жасалады. Бұл мейрамға арнайы 40 қасық су құйып, күміс салып, баланы 40 қасық суға шомылдырады. Бұл мерекеге аналар, жақын туыстар және жолдастары келіп той жасайды. Ал енді 40 қасық суға баланы жаңа өмірге аяқ басып, бала дені сау болу үшін осылай 40 қасық суға шомылдырған. Күмістей таза, ақтай адал болсын деп, осылай суға күміс салған. Сөйтіп 40 қасық суға баланы шомылдырады.
дәстүрді де көрдік. Өте керемет болды. Енді бойды жазып бір ұлттық ойын ойнаймыз ба? Ал Қалеке, бірінші ұлттық ойынымызды біздерде қол күрес. Oyun көрсеттік, ya? Ал, достық жеңді ма? Достық жеңді. Біздерін ойнап жатыр. Ал, енді менің қолымда 4 бұрышты пішім бар. Ол пішімде бізде көк, сары, қызыл және жасыл асық белгіленген. Қай асық белгіленгені түссе, сол бойынша бір қадам алға жетеді. Ортадағы қазандықта біздерде үлкен асық тұр. Сол асыққа дейін кім бірінші болып жетсе, сол жеңімпаз атанады. Келесі ойынмен сендерді таныстырсам, менің қолымда қалташа бар. Қалташаны біз бүгін сендермен бірге қазанға лақтыруымыз керек. Мінекей, қазанымыз ортада тұрып, қалташаны қолға ұстап, қазанға тигізіп тұруымыз керек. Кім тигізсе, сол балаға бір ұпай жазылады. Түсіндік пе? Ал, олай болса бір-бірден қазір шығады. Інжу, ал, көзден тигізуге әрекет жасаңдар.
ойыны. Бұл жерде біздер қол саусағымызбенен шертіп өзімізге ұпай жинауымыз керек. Оны қалай ойнаймыз қанеке? Мінекей қараңдар. Алдымызда тұрған ойынды біздер саусақ арқылы шертіп ойнауымыз керек. Алаңда деген 5 түрлі түсті жолағы бар екен, қараңдар. Сарыға түссе бұл 1 ұпай, қызылға түссе 2 ұпай, қоңырға түссе 3 ұпай, көкке түссе 4 ұпай, жасылға түссе неше ұпай болады екен балам? 5 ұпай. Қараңдар, біз қазір саусақпен әрбірін бір асықтан шертіп, ұпай санын белгілі болады. Қараңдар, шерткен кезде неше ұпайға түсті? 5 ұпайға. Мен қыздар 5 ұпайға жеттім, ал енді сендерге берейін. Ал Аиданы көрек қанеке, шерткен кезде қанша ұпай алады екен? Аида? Керемет, жасылға түсті. Алақай, Аидада 5 ұпай. Ой, Айшада деген ұпай саны әзірге жоқ. Асып кетті алаңнан. Ой, Диляда 5 ұпай. Айлиннің да асығы алаңнан асып кетті. Амелина қанеке, қайдасын? Ой, керемет Амелина. Ал қанекен жоқ? Жарайсыңдар. Қанеке тағы бір мүмкіншілік берсек қыздарға. Аидада 5 ұпай, Диля. Қанша ұпай жинайды екен Аида? Қанша ұпай екен? 3 ұпай. Ал Айшаны көрек қанеке? Аха, неше ұпай? 4 ұпай. Керемет, Айшада 4 ұпай, Аидада 8 ұпай, Диляда 5-5-тен 10 ұпайға ие болды. Айлин қанеке? Айлинде 5 ұпай. Қанеке, Амелина? Шертеміз қанеке? Керемет! Ой, жарайсыңдар. Қыздар, осымен біздерде жеңімпаз кім болды? Диля болды, қанеке? Қол сапалақтаймыз, 10 ұпаймен Диля. Екінші орында бізде Аида неше ұпай? 8 ұпай. Ал Айшада бізде неше ұпай? 4 ұпай, Қанеке, керемет. Ал енді орнымызға отырамыз. Келесі ұлттық ойынымыз бұл теңге алу ойыны. Теңге алу ойыны бізде жазғы жерде ойналады, Алуды аттың үстіне отырып, алға қарай шауып, бірінші болып кім алса, сол жеңімпаз болады екен. Түсінікті ме? Ал, олай болса, олай болса, 1, 2, 3! Әлі ойындары тамам болған жоқ. Келесі ойын менің аяғымда кішкентай ғана қазаншықтар бар. Алдымда тұрған үлкен қазандық бар. Сол кішкентай қазандықпен біздер аяғымызға асықты салып алып, ақырын ғана жүріп, үлкен қазандыққа асықтарды алып келуіміз керек. Мінекей. Түсінікті ме балалар? Ал қанеке олай болса, қыздарымыз қалай жүретінін тамашалайық. Ал Айлиннің асығы түсірмей, жеткізуің керексің Айлин.
Қанеке балалар дайынсыңдар ма? Ал, 1, 2, 3. Ал балалар, қонақтар, біз көптеген ойын ойнадыңдар, күшті. Ал енді қыздарымыздың, сұлу қыздарымыздың биін көрейік. Даша, стой! болмасын, жаманшылық болмасын, әруақта бітке жар болып, қызыр бабам қолдасын. Аман болсын төл басың, еккен егін солмасын, құт береке кетпесін, остың ұлы күні оң болсын, қайда барсаң жол болсын, дастарханың кең болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Балалар, қанекей, бүгінгі мерекені біздер жоғары деңгейде өткіздік. Сондықтан мен құр қол келген жоқпын. Сендерге дорбама салып тәттілер алып келдім. Апайларыңа берем, апайларың топта силерге таратып береді. Тестік па? Рахмет.